Біріншіден біз бұл тәңірші дегенді қарауымыз керек. Бұны түсіндіретін болсақ, бұл дін емес, және де бұл дінді ұстанушы деп өздерін атап жүргендер ешқандай да дінге қатысы жоқ екендіктерін білу керек. Өйткені дін деп атай білу үшін оның ислам діні бойынша Алладан келген бір дін болу керек. Әрине Алладан келмеген болса, ол біріншіден илахи дінге жатпайды. Енді адамдар тарапынан жасанды дін болатын болса, онда біз оған тағы да талапты қоямыз. Қандай талапты? Егер де сондай бір жасанды дін болсаңыздар, әйтеуір дін деген атауыңыз болған болса, онда сіздердің құрушы пайғамбарларыңыз кім? Құдайдан сізге қандай кітап түсті? Сіздерде қандай бір қасиетті мәтіндер бар ма? Сіздерде осы дінді насихаттайтын адамдарыңыз бар ма? Дін адамдары бар ма? Сіздердің осы діни құлшылықтарыңыз бар ма, рәсімдері, ережелері бар ма? Діни құлшылық ететін ғибадатханаларыңыз бар ма? Немесе діни мейрамдарыңыз бар ма? Міне осындай сұрақтарды қоятын болсақ, тәңірші деп жүргендер ешқандай да дінге қатысы жоқ ендігі өзінен өзі анықталады. Демек, бұл тәңірші деген дін емес, бұл бір наным ғана, бір сенім ғана ертеректегі болған. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тәңіршілерді дін ретінде қабылдамайды. Бұл наным сенім ғана сипатындағы дүние. Бұл енді ертеректегі қауымдарда болған секілді, ислам дініне дейінгі түркілердің де осы тәңірге сенгендігіміз тарихи кітаптардан, діни тарихи кітаптардан білеміз. Енді тәңір деген сөз бұл Алланың бір аты. Біз бұны шатастырмауымыз керек. Алла деген араб тіліндегі атау болса, Құдай деген бұл парсы тілінен енген сөз, түркілердің негізінде тіліндегі сөз бұл тәңір болған. Сондықтан да бұл тәңіршіл деп тәңіріні жекешелендіріп алатын бұл мәселе емес, бұл қазақтың байырғы сөзі. Сондықтан да Құдай да, Алла да, тәңір де бұның барлығы бір жаратқанның есімі. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тәңіршілікті дін ретінде есептемейді. Және де бұл ешқандай да дін емес. Бұл жай ғана бір наным.